Жоспарлы жұмыс. Балқашты автокөлік жолдарына орташа жөндеу жұмыстары басталды. Жаңа құрылғы. Орталық аурухананың перзентхана бөліміне жаңа құрылғылар сатып алынды. Прокуратура органдары коммуналдық мекеме қызметкерлерінің еңбек шарттары бойынша талап арызына құлақ түрді. Балқаш қаласының прокуроры Қанағат Атепбеков қаланы ауыз сумен, жарықпен қамтамасыз ететін мекеме жұмыскерлерімен кездесті. Туындаған сұрақтар болса, еңбек шарттары бойынша, бұзылған бір құқықтар бойынша бір кездесу өткізіп, жан айқайлар болса, соны тыңдап, өзімізге бір мағлұмат ретінде білейік деп кездестік. Кездесу барысында туындаған мәселелер болса, өздері келіп, бізге жүгінуге болатын туралы олардың құқықтарын түсіндірдік, хабарламалар жеткіздік. Балқаш-Су, Балқаш-Энерго қызметкерлері дау тудыратын мәселенің жоқтығын мәлімдеді. Тек айлық жалақыны көтеруін сұрады. Мәселен, Балқаш-Энерго коммуналды мекемесінде жалақы мөлшері 60%-ға көтерілген. Былтыр қызметкерлерге 133 мың теңге төленсе, қазіргі таңда жалақылары 243 мың теңгеге жеткен. Ал Балқаш-Су мекемесінде кадр тапшы екен анықталды. Бүгінгі кездесу барысында ұжымның арасында, ұжымның ішінде ешқандай кикілжің бір-бірінің арасында туындаған келіспеушілік, ондай туындамаған туралы, еңбек ақыларының белгілі бір пайызға көтерілген туралы, сол еңбек ақыларының көтерілгеніне қанағаттандырылғандары туралы бізге мәлім болды. Сол жиналған ақпаратпен біз өзіміз белгілі бір тұжырым жасаймыз, бірақ еңбек қатынастары біздің күнделікті бақылауда болады. Прокуратура өкілдері тек еңбек ұжымдарының ғана емес, кез келген азаматтың құқығын бұзылып, қандай да мәселе туындаған жағдайда келіп жүгінуге болатынды айта кетті. Тек қана еңбек ұжымдары емес, Балқаш қаласының тұрғындарының туындаған мәселесі бойынша, мынау әлеуметтік мәселе болса да келіп бізге жүгіну құқығын түсіндіріп кету болып отыр. Орталық аурухана жаңа құрылғымен толықты. Перзентхана бөлімінің жаңа туған нәрестелерді қарқынды белсендіру және реанимация бөлмесіне 3 өкпені жасанды желдету құрылғысы және нәрестелерді алғашқы реанимациялауға арналған 5 Т жүйе құрылғылары сатып алынды. Неонатальды желдету медициналық көмектің маңызды құрамдас бөлігі. Кез келген тыныс алу терапиясының мақсаты өкпенің немесе мидың зақымдану қаупін болдырмай, тыныс алу жүйесін қолдау дейді дәрігерлер. Құрылғылар шала туылған нәрестелердің өкпесін жасанды жөтелтуге мүмкіндік береді. Бұл дәрігерлердің жұмысын жақсартуға және нәрестелердің өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Балқашта жұмысы және пробация есебінде тұрғандар үшін бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Жәрмеңкенің басты мақсаты белгілі себептермен жұмыстан айырылған, жұмыссыз қалған, сондай-ақ есепте тұрғандарды тұрақты жұмыспен қамту. Бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне нөмір 2 емхана, Балқаш-Су, Балқаш универсал және ЖК Арымбекова ұйымдарының кадр бөлімінің мамандары шақырылды. Жұмыс берушілер өтініш берушілермен сұхбаттасып, жұмысқа орналасу шарттары туралы айтты. Шараға жалпы 30-дан аса азамат қатысты. Жәрмеңкеге келгендердің бірі Оразалы Қожахметов. Ол Балқаш универсалға жұмысқа тұруды меңзеп отыр. Өзінің тұрақты жұмысы тоқтап қалғаннан кейін жаңа жұмыс іздеуде. Бүгін мен осы жұмыс базарына келіп отырмын. Халықты жұмыспен қамтамасыз отыр. Мемлекетіміз бүгін осы интернет арқылы естіп, әрине көп жұмыстар бар екен. Жақсы, әрине жұмыс істеп жатқан адамға екі қолға күрек табылады дейді, бірақ енді осы жұмыстарды енді ұнап отыр әркімге. Жұмыс болса болды ғой. Негізі өзіміздің жұмысымыз тоқтап тұр, соны енді тоқтап қалғаннан кейін осы жұмысқа көрейік дегенбіз ғой жұмыстан. Жәрмеңкенің қорытындысы бойынша 30-ға жуық өтініш берушіден тек 5 адам тұрақты жұмысқа орналасты. Келушілердің барлығына бос жұмыс орындары туралы ақпараттық материалдар ұсынылды.
Қарағанды Балқаш тас жолын жөндеу жұмыстары биыл аяқталмақ. Бұл туралы брифингте Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Мақсұт Қожанов мәлімдеді. Республикалық маңызы бар жолды жөндеу жұмыстары бірнеше жылға созылғаны баршаға аян. Облыс орталығына жету үшін қосымша жалпы ұзындығы 2 шақырым болатын 5 айналма жолды еңсеру қажет. Бұл көлік жүргізушілеріне әлі де қиынға соғуда. Жол жүру уақытын ұзартып қана қоймай, көліктің бұзылуына да себеп болып жатады. Қала көшелеріндегі автокөлік жолдарына орташа жөндеу жұмыстары басталды. Бүгінгі күні Әлімжанов көшесінің Абай көшесінен Желтоқсан көшесіне дейінгі аралығында және Ағыбай Батыр көшесінен Желтоқсан көшесіне дейінгі аралығында жөндеу жұмыстары басталды. Жол салушылар шұрық-тесік жолды қырып, асфальт үгінділерінен тазалау үстінде. Жұмысты жергілікті Тастемір мердігерлік ұйымы орындауда. Әлімжанов көшесінің Абай көшесінен Желтоқсан көшесіне дейін 1 шақырымға жуық аралыққа орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қала бойынша мердігерлік ұйым 5 көшені Әлімжанов, Желтоқсан, Әбуғалиев, Ағыбай Батыр, Язев көшесінің айналма бөлігіне орташа жөндеу жұмыстарын жасамақ. Жалпы 15 мың шаршы метр аумақ жөнделеді. Абай көшесінен Желтоқсан көшесін қазір фрезеровать отыр. 8 сантиметр слойын аламыз да, оның бетіне жаңа асфальт саламыз. Қазіргі істеп жатқан жоқ, осы мынау фрезерованный асфальттарды алып шығарып жатыр. Қазір 2-3 күнде мынау фрезасын бітірсек, осы неге Желтоқсанға дейін ала жазса. Ағатай уже планировка жасаймыз. Планировкадан кейін уже бірінші слойын саламыз, содан кейін екінші слойын саламыз. 2 слой асфальт бар, 4-те 4. Ескі асфальттарды сол жаңа қаланың ішінде благоустройство дейді, сол благоустройство дворларды тегістеп жатыр. Техснап жақ бетті төгіп жатыр, жолын тегістеп, жүруге оңғайлы болсын адамдарға. Соларға төгіп жатыр бүгін материалдың бәрі. Бүгін қазір осы мына Әлімжанов көшесінде жүрген, бізде қазір бір фреза жүр, сосын 4 КАМАЗ жүр, сосын погрузчик жүр, су жүр, трактор, фрезаны анда-мында не істейтін. Сосын адам, доробочилар, водительдер, механизаторлар жүр бәрі осында. Сосын Ағыбайда бордюр жылып атқандар о жерде бір техника жүр, 3 техника жүр о жерде, бір погрузчик, сосын бір кішкентай трактор жүр, сосын КАМАЗ жүр, бордюр мусорларын шығарып атыр сол жердің бәрі. Олар жаста о жердің бордюрын салып, фрезеровать етеміз о жерде. Ағыбай Батыр көшесінде қалаға кіреберіс көпірден Қарамендеби көшесіне дейін және Абай көшесінен Желтоқсан көшесіне дейінгі аралықта орташа жөндеу жұмыстарымен қатар жиектасты қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Ағыбай Батыр көшесінде 3,5 шақырым, Әбуғалиев көшесінде 1,5 шақырым гранитті жиектерді салу жоспарланған. Жауапты мердігерлік ұйым өкілінің айтуынша барлық жұмыстар жаздың соңына дейін аяқталмақ. Нами то Тастемир на этот год предусмотрено. Орташа жөндеу жұмыстарына 10 техника мен 25 маман жұмылдырылды. Ағыбай Батыр көшесінде 3,5 шақырым гранитті жиектерге қайта жөндеу жұмыстары жасалуда. Жөндеу жұмыстарын тамыз айында аяқтау жоспарда бар.